Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы файлдар мен бумалар. Сабағымыздың оқу мақсаты компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану. Файл және бума ұғымдарын түсіндіру. Арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану. Бағалау критерийлері. Буманы не екенін білу. Файл не екенін білу. Бумаларды аша білу. Бүгінгі сабақта үйренетініміз: сақталған құжат қалай аталады? Файл, бума және таңбаша дегеніміз не? Буманы қалай құрамыз? Сабағымызды бастамас бұрын сергіту сәтін өткізіп алайық. Шырылдады қоңырау. Біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тастаймыз. Табыс тілеп көзбенен жаңа білім алуға алға қадам аттаймыз. Ал балалар, бүгінгі күнге сәттілік. Сабағымызды бастамас бұрын ақпаратты қай бағдарламада сақтаймыз? Осы жайлы біліп алайық. Блокнот мәтінмен жұмыс жасауға арналған ең қарапайым бағдарлама. Блокнот бағдарламасын қандай да бір ақпаратты, мысалы телефон номерін, мекен-жайды және тағы басқа мәліметтерді жазып сақтау үшін қолдануға болады. Оны іске қосу үшін барлық бағдарлама стандартты блокнот командаларын орындай отырып, біз ақпаратты сақтай аламыз. Ал файл, бума және таңбаша дегеніміз не? Осыларға тоқталып кетейік. Компьютер программасында сақталған құжатты файл деп атаймыз. Файл ақпаратты компьютердің жадында сақтайтын атауы бар құжат. Файлдың атауы екі бөлімнен тұрады. Файлдың атауы және файлдың кеңейтілімі. Файл байттардың әлдебір атауы бар тізбегі. Ұзындығы 255 символға дейін жетеді. Символдарды қолдануға болмайды. 5-ші сынып бізде файлдың атауын білдірсе, док файлдың кеңейтілімін білдіреді. Кітапханада, оқу кабинеттерінде құжаттар бумаларға салынып, сөрелерде тұрады. Сол сияқты компьютердегі файлдарды жинақтап, бумаға салып қоюға болады. Бума файлдар мен басқа да бумаларды белгілі тәртіппен сақтайтын орын. Мына жердегі суреттерге қараңдаршы. Бізде екі сурет берілген. Біреуі қарапайым бумалар, яғни қағаз түрінде күнделікті қолданып жүрген. Екіншісі компьютерлік бумалар. Бұны біз компьютерде ақпараттарды жаза отырып, сақтап, осы бумаларға сақтай аламыз. Ал енді буманы қалай құрамыз? Буманы құру үшін жұмыс үстелінде, дискіде немесе басқа буманың ішінде таңдап алған орынға тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Жанама мәзірі арқылы бума құру командасын орындаймыз. Буманың атауын жазамыз. Enter батырмасын басып, біз жаңа бума құрамыз. Таңбаша дегеніміз не? Таңбаша бағдарламаларды іске қосу немесе файлды ашу қасиеті бар нысанның таңбасы. Файлдарға сілтеме түрінде беріледі. Таңбашаның бумадан айырмашылығы оның сол жақ төменгі бұрышында кішкене бағыттаушысы болады. Таңбашаны өшірсек те, негізгі файл өшпейді.
Енді сөздікпен жұмыс жасайық, балалар. Перевиноват атын өзгерту, создать ярлык таңбаша құру, новая папка жаңа бума құру, создать папку бума құру, файл создать файл құру, файл перевиноват файл атын өзгерту, удалить жою. Ал балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты біз тапсырма орындайық. Сендер компьютердегі бумалар мен қарапайым бумаларды салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын дәптерлеріңе жазыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сәйкестігін тауып, бірі-бірімен сәйкестендіреміз. Өте тамаша. Кәне тақтадан дұрыс жауабын көрейік. Әркім өзінің сәйкестендірген тапсырмасын қарап, түзетіп алыңдар. Яғни перевиноват атын өзгерту, создать ярлык бума құру, новая папка жаңа бума, создать папку жарлық құру, файл создать файл құру, файл перевиноват файл атын өзгерту, удалить жою. Балалар, кері байланысты бағдаршам әдісі арқылы беріңдер. Сау болыңдар.